Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін зебра пирогын дайындаймын. Бұл пирогтың менде бірнеше рецептілері бар. Сіздерге ең сәтті, ең дәмді, жүп-жұмсақ болып шығатын рецептпен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. 2 жұмыртқаның үстіне қант салып, жақсылап араластырамыз. Осылай венчикпен немесе миксердің көмегімен араластырса болады. Содан соң айранымызды құямыз. Менде дүкеннің айраны 2,5% айран. Жақсылап араластырамыз. Енді бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Немесе сары майды толық ертіп, кішкене суытып құйсақ та болады. Содан соң електің ішіндегі ұнға қамыр қопсытқыш салып, електің ішінде араластырып аламыз. Сосын сұйық массамызға ұнымызды електен өткізіп қосамыз. Бірнеше бөлікке бөліп қосамыз. Мен 3 бөлікке бөліп қостым. Барлығын бірақ салып тастамаймыз, себебі біздің пирогымыз көтерілмей қалуы мүмкін. Осылай барлығын жақсылап түйіршіксіз араластырып шығамыз. Біркелкі болғанша бізде міне осындай консистенция болып шығуы керек. Енді басқа ыдыс алып, біз сұйық қамырымызды теңдей 2 бөлікке бөлеміз. Мен көз мөлшермен бөлдім, немесе таразының көмегімен теңдей етіп 2 бөлікке бөліп аламыз. Енді бір ыдысымызға 1 ас қасық какаомызды електен өткізіп қосамыз. Електен өткізіп қосу міндетті, себебі какаода өте көп түйіршіктер болады. Барлығы біркелкі болғанша осылай араластырып аламыз. Енді формамызды алып, жанын жағына сары май жағамыз. Содан соң осылай қамырымызды 2 ас қасықтан кезектестіріп құйып шығамыз. Менде формамның диаметрі 20 см. Барлық қамырымыз біткенше осылай 2 ас қасықтан құйып шығамыз. Бұл пирогтың құрамын, мөлшерін мен барлығын осы видеоның астына описанияға жазып қалдырамын. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Мен қаймақпен де, сүтпен де жасап көрдім. Ең сәтті, ең дәмді болып шығатын осы рецепт. Міне біз барлығын салып болдық. Енді бетін осылай қалауыңыз бойынша сәндесеңіз болады. Мен ағаш шпажканың көмегімен осылай өрнектер сызып шықтым. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіреміз. Әркімнің пеші әртүрлі, сондықтан өз духовкаңызға қарай пісіріңіз. Міндетті түрде осындай ағаш таяқшамен піскенін тексереміз, яғни ағаш таяқша құрғақ болып шығу керек. Суыған соң формадан шешеміз. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Жасап көріңіз. Сізге ұнайтынына 100% сенімдімін. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, өз ойыңызды жазуды ұмытпаңыз. Ас болсын.